Бәріңе сәлем. Ресейдегі сауда орталығында болған өрттен 50-ден астам адам қаза тауыпты. Желде осыны талқылап жатыр. Көбі Ресей халқына көңіл айтып жатса, басқалары Жұлдыз Әбділдіға ұқсап, Ресейдегі қайғылы жағдайдан сабақ алу керек. Қазақстандағы сауда орталықтарының бәрін тексерген жөн деп талап етті. Ал Ақсәуле Әлжан Астана халқы 9 ай бойы уақыттарын сауда орталықтарында өткізеді. Олардағы қауіпсіздік жағы қалай екен деп сұрақ қояды. Ал енді басқа тақырыпқа қарай көшсек, Қазақстан жолдарының сапасы қандай? Желде осы тақырыпты да талқылап жатыр. Тіпті қолданушыларының бірі мынадай видеода жариялады. Соны қарап алсақ. Бұл Алматы Балқаш трассасында түсірілген видео екен. Гуля Зайцева деген қолданушы тендердің ақшасын жеуді доғарса, жолдардың сапасы сол кезде ғана жақсарады деп ашуланып отыр. Ертай Нүсіпжанов болса, бұл жолдардың азабын бізде білеміз, жолдарды жөндеу керек деп талап етіпті. Сүйіндік Қалиев те қалыспай, жолдарға қарап, елдегі биліктің қандай екенін көруге болады деп қойып қапты. Ермат Бәпи бұл жол стратегиялық маңызы болмағандықтан бұзылып жатыр деген ойын айтады. Ал Нартай Сауданбекұлы атаңа нәлет өкімет деп талай айқайлап едік осы жолда деп жазады. Сонымен бүгінге осы. Азаттықтың желі парақшаларына лайк басып, пікір жазып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.